Саламатсыздар ма 7 сынып оқушылары? 8 есепті түсіндіретін боламын. Тапсырмасы көрсетілген теңдеулер мен берілген түзулердің қиылысу нүктелерінің координаталарын табыңдар. Оқушылар бізге екі функция берген екен. Осы екеуінің қиылысу нүктесін табамыз. Ол үшін екеуін бір-біріне тең деп аламыз. 5х азайтылған 3 тең болады 3х қосылған 1-ге. Х-терді бір жаққа жинақтаймыз. 5х азайтылған 3х болады. Ал теңдіктің оң жағы 1, мұндағы минус 3 плюс 3 болып теңдіктің оң жағына ауысады. Мұнда азайтамыз 2х болады, тең болады 4-ге. Х-ті табу үшін 4-ті бөлеміз 2-ге, сонда х тең болады екен 2-ге. Енді оқушылар мұндағы х-ті таптық, мұнда немесе мұнда апару арқылы y табамыз. Y тең болады, мұнда кеп қоятын болсақ 5 көбейтілген 2 азайтылған 3. Сонда мұнда көбейтсек 10 болады, 3-ті азайтсақ 7 болады. Сонда оқушылар қиылысу нүктесі 2-де 7 болады екен. Келесі екінші есепте де дәл сондай 4х азайтылған 5 тең болады х қосылған 4-ге. Х-терді бір жаққа жинақтаймыз. 4х азайтылған х тең болады 4 қосылған 5-ге. Мұнда бізде 3х болады. Екеуін қоссақ 9 болады. Х-ті табу үшін 9-ды бөлеміз 3-ге, сонда х тең болады екен 3-ге. Енді мұнда кеп қоятын болсақ y тең болады 4 көбейтілген 3 азайтылған 5 тең болады 7-ге. Сонда қиылысу нүктесі 3-те 7 болады екен. Енді мұнда минус 4х қосылған 3 тең болады. Мұндағы 2-ден 1-ді 0,5 деп алайық. Сонда минус 4х азайтылған 0,5х тең болады 3 азайтылған 3-ге. Мұнда бізде минус 4,5 болады. Тең болады 0-ге. Сонда х бізде тең болады екен. 0-ді бөлеміз минус 4,5-ге 0-ге тең болады. Ал y тең болады минус 4 көбейтілген 0 қосылған 3. Сонда y тең болады екен 3-ге. Енді қиылысу нүктесі 0-де 3 болады. Келесінде минус 2х азайтылған 10 тең болады минус х минус 7-ге. Минус 2х плюс х тең болады минус 7 қосылған 10-ға. Мұнда бізде минус х болады, тең болады 3-ге, сонда х тең болады минус 3-ге. Мұнда бізде минус 1 бар деген сөз, 3-ті бөлеміз минус 1-ге, сонда минус 3 болады. Енді y тең болады, мұнда кеп қоятын болсақ, минус 2 көбейтілген минус 3 азайтылған 10. Мұнда біз екеуін көбейткен кезде 6 болады. Азайтамыз 10-ды, сонда тең болады 4-ге. Сонда қиылысу нүктесі, мұнда бізде минус 4 болады. Минус 3-те минус 4 болады. Оқушылар қажет болса каналымда басқа да жаттығу есептері және алгебра, геометрия, физика пәндерінің ПЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Каналға жазылуды, лайк басып, жеке өздерінің пікірлерінде қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.